өкінішке орай қазіргі заманда мынау көптеген ағымдар пайда болды. Шыны керек, діни ағым, діни емес ағым, тәрбиелер көбейіп кетті. Әсіресе батыстың тәрбиесі, тәлімі көбейіп кетті. Бәріміздің аялап мәпелеп өсіп жатқан қыздарымыз бар. Үмітіміз, арманымыз олар біздің. Олардың тәрбиесі қалай болады? Олар ертең кім болады? Сіз кім екеніңізді біліңіз, әке-шешеңіз тәрбие берді. Бірақ сіздің ұрпағыңыз кім болады? Ол сізге байланысты. Кейде жиында отырып, ақсал бата бердім десем, бата бермеймін деп айтады. Бата бере алмасақ, ұрпаққа беретін тәрбие, тәліміміз болмаса, онда қандай ұрпақ күтеміз? Кей кезде ұрпақтың тіл алмағандығы себепті, қатты сөздер сөйлеген себепті жылап келетін ата-аналарды көреміз да. Жемісіңіз ғой деймін да. Әрине біз жұмыс жасаймыз, баламен жаңағыдай сөйлесеміз, айтамыз, бірақ ол жеміс та көрдіңіз ба? Адамдар келеді, біздің заманда бөлек еді, қазір заман бөлек болып кетті дейді. Сіздің замандағы азаматтарды ата-бабаларымыз тәрбиелеген. Ата-бабаларымыз тәрбиеледі. Бізді кім тәрбиеледі? Қараңыздар. Сол үшін құрметті жамағат, мешітке келген уақытта тек қана жақсы әңгімелер айтылады.